Бізде бүгін обзор промежуточный релелердің және де твердотельный реле, электромагнитный промежуточный релені айтып өтейік. Бұл жерде екі группа, 8 контакт, яғни двухгруппный деп айтылады. Бұл жерде 10 амперге дейін арналған, катушкасы 12 вольтқа арналған. Осындай производитель модели LI2NG. Подключениесі мына жерде схемалары бар. Осындай көрінеді. Астында колодкасы, мына релесі отдельно алынады негізі. Сол сияқты. Мына жерде клем нелері болады, қазір мен сіздерге алып көрсетем. Осындай колодкасымен отдельно болады. Бұл 12 вольтқа арналған, және де катушкасы 220 вольтқа арналған болады. Мына жерде катушка жазылып тұрады 220-240 VAS деп. Бұл да екі группалық 8 контактілік реле. Бұл электромагнитный промежуточный реле деп айтылады. Одан кейін бізде твердотельный реле. Бұл жерде магниттік ешқандай контактылар бір-бірімен мыналар сияқты механический тимейді. Бұл жерде тек қана тиристер жұмыс жасайды. Бұның ішінде ашылады, жабылады. Және де мына жерде бізде күш қуаттылығы 80 амперге дейін деп тұр. DA, яғни DA дегеніміз управление 3 вольттан 32 вольтқа дейін арналған, ары қарай коммутация 220-180 вольтқа арналған. Осындай болып табылады. Одан кейінгісі кіші номиналмен 40 DA жүреді тоже. 40 амперге дейін максимально. Управлениесі мына жерде көрсетілген. 4 минус бересіз, плюс 3-ге бересіз, 380 вольтқа дейін. Бұл жерде де 12 вольт жәнегі 3 вольттан 32 вольтқа дейін жұмыс жасайды. Одан кейін бізде екіншісі 40AA деген, яғни бұл жерде 220 мен жұмыс жасайды бұл релеміз. Аптронды реле дейді кейбірлер. Мына жерден 220 бересіз, мына жерден фаза берсеңіз, фазаны аласыз. Тура сол сияқты осындай релелерге арналған радиаторлар бар, охлаждение. Ыңғай келсе осындай радиатор қойған абзал. Қалыңдау болса тіптен жақсы. Мынау да жәнегі мына екеуі бірдей негізі, бірақ өндірушілер әртүрлі. Осындай релелер болып табылады. Болашақта каналда бізде қалай қосылатын жайлы тоже ақпараттар бар. Көре отырсаңыздар болады.